Сәлем достар, бүгін керемет әдемі маска жасап көрсетемін. Куркумадан бетті ағартады, 70%-дай, 50%-дай ағартады бетті. Нәтижесін көрдім. Содан кейін сіздерге айтып жатырмын. Өте қолжетімді маска. Дүкеннен куркума алсаңыз, қаймақ алсаңыз болды. Куркуманы кез келген дүкеннен табуға болады. Қолжетімді бағада. Үнді халқы оны көп қолданады, өйткені олар бұның пайдасын жақсы біледі. Емдік ретінде түрлі нәрселерге қосып ішіп жатады. Жақпа май ретінде пайдаланып жатады. Және тағамдарға да қосып қолданып жүрміз. Кеңінен тараған. Осыны бетімізге жағып, бетті ағартып, бетті бір тегіс етеміз. Каналға тіркеле кетіңіздер. Көп қолданады, өйткені бұның пайдасын олар жақсы біледі. Бұны бірінші біз білегімізге жағып көреміз. Куркума жеп тағамға қосып жүрген болсаңыз, жақпасаңыз да болады. 10-15 минут күтеміз, қызарып ештеңе болмаса, бетімізге жаға беруге болады. Бетке қолмен жаққан дұрыс. Қолмен жаққан өте сіңімді болады және тегіс жағылады. Осылай бетке жағып шығамыз. Бұл ашымайды. Тағы бір аптаға сақтап, тағы бір-екі рет қолдансаңыз болады. Атылып қалды, не болмаса қолдарыңызға, аяқтарыңызға қолдану болады. Кез келген масканы 10-15 минут ұстаймыз, содан кейін жуып тастаймыз. Қаймақтың да пайдасы өте зор. Беттегі ыстықты, қызарғанды асып, бетті ағартады. Бұл масканы міндетті түрде кешке таман жасаймыз. Бұл кешкі маска, түнде жасаймыз. Азанда жасап, күндіз күннің астында жүруге болмайды. Жатар кезде жасасаңыздар дұрыс.